Сәлем достар, арнамызға қош келдіңіздер. Бүгін біз баклажан мен помидордан мынандай салат істейміз. Ол үшін бізге баклажан қажет, помидор қажет, укроп, жұмыртқа, тұз, чеснок қажет, майонез қажет. Баклажанды домалақ-домалақ қылып турап аламыз. Помидорымыз турап аламыз. Енді укробымызды тураймыз. Енді жұмыртқамызды жарып салып аламыз. Кішкене тұз салып араластырамыз. Бұл бізге баклажанды батыруға қажет. Баклажанды осы жұмыртқаға батырып отырып, екі бетін жақсылап қызартып қуырып аламыз. Жұмыртқамызды жарып алдық, енді кішкене тұз салып араластырамыз. Енді чесногымызды қырғыштан өткізіп аламыз. Енді баклажанымызды жаңағы жұмыртқаға батырып алып, қызып тұрған майға салып қуырып аламыз. Екі жағын қып-қызыл қылып қуырып аламыз. Баклажанымыздың бәрін қуырып алдық. Енді помидорымызды салып, укробымызды, чесногымызды салып, майонез қосып, жақсылап араластырамыз. Осымен біздің сочные, мощные салатымыз дайын. Сіздермен бірге болған пайдалы ақпараттар каналы. Келесі видеода кездескенше сау, саламат болыңыздар.